Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Біз өткен санымызда бауыр органы және оның қызметі туралы айтып өткен болатынбыз. Сіздер оны осы YouTube каналымыздың өткен санынан қарай аласыздар. Соны қарап, сосын барып осы санымызды тыңдасаңыздар, тіпті де жақсы болады. Өйткені бауырдың жалпы рөлі, қызметі және оның алдын алу жолдарымен толық таныс боласыздар. Енді бүгін сіздерге бауыр ауруларының алдын алу жолдары қандай. Енді бауырда әртүрлі аурулар көп. Мысалы, цирроз деп атамыз, гепатит деп атады, жаңағы гепатоз дейді. Ары қарай ол ішкерлеп кете береді. Енді бұл бауыр аурулары біздің белгілерін тағы бір мәрте тоқталайық. Көздің сарғаюы. Көздің ағы бар ғой, сол сарғайып кетеді жаңағы кәдімгідей. Сосын үнемі адамның басы ауырады. Жауырыннан, сосын мына қабырғаның астынан оң жақ шаншу ұстап тұратын адамдар болады. Шаршап тұратын адамдар болады. Көзге де мына көзі бұлдырап, жазуды дұрыс көрмей, соңғы уақыттарда сондай бір жағдайларға дейін келетін адамдар болады. Осының барлығы бауыр мен бауырдағы алғашқы аурулардың белгілері. Бауыр бірден жаңа қақсап, зарлап ауырып кетпейді. Ондай нәрсе жоқ бауырда. Оны біліп алыңыздар. Бауыр ең соңында қашан жаңағы өзінің қызметін жасай алмай қалады, сол уақытта бауыр аурулары нақты біліне бастайды. Біз енді оның алдын алуымыз керек. Әрине, алдын алу деген нәрсе емдеуден басқа. Қазақ айтады ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп. Сондықтан бауырымызды жылына жаңағы кемінде 2 рет детоктация, яғни оны тазартып отыруымыз керек. Бауыр минутына 1500 миллилитр қанды денеге таратып жіберіп беріп отырады. Өмір бойына қызмет атқарады. Бауыр органы қанды сақтайды, қанды жасайды және қанды таратады. Бауыр 300 миллиардтан астам белок талшықтарынан құралған. Негізгі оған қажетті дәрумендер С, В, Е дәрумендер топтары қажет. Негізгі бөлігі Б топтамасы, Б комплекс дейміз ғой жаңағы. B1, B2, B6, B12 деген сияқты. Біз азықтанған кезімізде осындай дәрумендері жоғары азықтықтарды көбірек жеуіміз керек. Енді бауыр ауруының пайда болу жолдары біздің нашар әдеттерімізден келеді. Бауырда әртүрлі аурулар, жеке гигиеналарды сақтамаудан, ол дегеніміз сырттан келгенде қолды дұрыс жумау, мысалы енді мал шаруашылығымен айналысқан жағдайда, үй жануарларына жақындасқаннан кейін қолды мықтап тазалап жуу керек бірінші очередте. Онан кейін барып жаңа кәдімгідей гигиеналық тазалық жүргізу керек адам өзіне. Онан басқа тұрмыстық нашар әдеттеріміз. Етті, біз қазақ асқан етті жаңағы 2-3 күн апталап жей береміз, асып. Бұның бәрі бауырға үлкен қызмет түсіреді. Сосын жаремный тағамдар, қуырылған, тез дайындалатын тағамдар, лапшалар, оның ішінде сосиски, пирожки деп атамыз, осылар, гамбургерлер, спирттік ішімдіктер, арақтан бастап, газдалған сусындықтар. Осының барлығы біздің бауырда ауыр қызмет. Бауырдың қызметін ауырластырады. Бауыр уланады кәдімгідей. Сосын ол дұрыс детоктация жасамағаннан кейін, оның бәрі кәдімгі токсиндер, шлактар, яғни қалдықтар болып, қан тамырларда қалып жиналып отырады. Кәдімгі үйдегі умывальниктің өзі белгілі уақыттан кейін бекітіліп қалады ғой. Ол үшін оған анау химикат жаңағы крот па, бірдеңе құйып тазартуға тура келіп жатады. Сол сияқты бізде бауырымызды ауырмай тұрып, ол ауырып болмай тұрып алдын алып тұруымыз керек. Жаңағыдай нашар әдеттерді тоқтату керек. Егер сіздің бауырыңызда белгі беріп жүрген болса аурулар, арақ темекіден мүлде бас тартыңыз, газдалған сусындардан бас тартыңыз, майлы қуырылған тағамдардан бас тартыңыз. Онан кейін спортпен айналысып тұрыңыз. Дене салмағыңыз, адамдардың дене салмағы өте артып кеткен кезде бауырға қысым түседі, бауыр қызметін дұрыс атқармайды. Бауыр дегеніміз қанды сүзеді, таратады, сақтайды деп отырмыз. Міне, жеген тамағымыздан барған барлық жаңағы
азықтықтарды қанға айналдырады. Енді осы жерде ол өз қызметін дұрыс атқармайтын болса, қанның құрамында артық деңгейдегі гликозалар кетуі мүмкін. Даже белоктар кетіп қалады қанмен бірге сарысу болып. Мысалы, өйткені ол дұрыс толық қызметін атқарып отқан жоқ. Негізі бұл көмірсуларды, кәдімгі көмірсуларды айналдырады денеге қажетті таза гликозаға. Ол гликозаға айналғаннан кейін барып оның қызметіне қарай негізі ұйқы безі жалғастырады. Ұйқы без деген бар ғой, кәдімгі білесіздер. Осы ұйқы безі гликозаны стандарт деңгейде реттеп, ары қарай қанның денеге сіңуіне көмектеседі. Егер ұйқы безі қызметі бұзылатын болса, гликоза жоғарғы деңгейде кетеді. Көрдіңіз ба? Міне. Содан барып не пайда болады? Жаңағы сахарный диабет деген ауру пайда болады. Өйткені ұйқы безінде инсулин деген сұйықтық бар, бөлініп тұратын. Сөл, қазақша айтқанда. Осы сөл бөлінбей қалады да, ұйқы безі жұмыс атқармайды. Сөйтіп, бірден көз көрмей қалу, кәдімгі қан құрамының жоғарылап кетуі, төмендеп кетуі, денеден жағымсыз иістер шығу, барлығы бастала бастайды. Сол үшін бауырды айттық өткенде дәстүрлі Қытай медицинасында 5 элементтің ішінде ағаш деп санайды. Солай бөліп қарайды. Өйткені ол өркендеудің, өсудің, дамудың, адам ағзасының жасаруын, қартаюының барлығына осы бауыр қызметі жауап береді. Бауыр бірден бір көшіруге болатын орган болып табылады. Белгілі бір бөлігін екінші бір адамға беруге болады. Ол солай. Оны медицинада трансплантация деп атайды. Ары қарай қалған бөлігі, сау бөлігі оның жетіліп шығатын мүмкіндігі бар. Енді ағаш деп айттық. Ағашты таза ұстау үшін не істеу керек? Әрине таза сумен суару керек. Біздің үлкен кісілер айтатын, жеміс ағаштарының түбіне кірдің суын төкпеңдер деп. Жаман болады, періштесі шошынады деп. Ол періштесі шошынады деген нәрсе жаңағы кірдегі сабынды химиялық суды ағаш ішкеннен кейін оның жемісі де уланады екен. Көрдіңіздер ма? Біздің қазақтың тәрбиесінің өзі қандай керемет. Обал болады, жаман болады деген сияқты ырымдармен, тиымдармен бізді тәрбиелеп отырған. Қараңыз, міне. Бүгін оның бәрін қысқа қайырып қойып, басқа жақтарда жүрміз. Енді осының алдын алу үшін майлы тағамдардан, газдалған сусындардан, нашар әдеттерден, сосын ерте тұрыңыз. Енді ары қарай қандай тағамдар жеу керек? Қазақша айтқанда қара кесек ет жеңіз, оны қуырмаңыз әсте. Ең мүмкін болатын болса жаңағы буға парлап дейді, солай пісіріп жеңіз. Жеміс жидектерді көбірек жеңіз, көкөністерді, сәбізді көбірек тұтыныңыз, шомырт деп айтып атады, соны көбірек тұтыныңыз. Ақуызға бай жаңағы көкөністерді немесе жеміс жидектерді барлығын тұтынуға болады. Солардың шырындарын, сосын бал, астық өнімдерінің ішінен мысалы гречка деп атады ғой, соны тұтыныңыз. Сұлы, арпа, солардан кәдімгі сорпалар қайнатып ішіңіз, суп жасап ішіңіз. Осылар сізге жақсы көмектеседі. Міне, бауырдың қызметін қалыпқа келтіреді. Бауыр бұзылған кезде өттің қызметі бұзылады. Өт бұзылған кезде асқазан бұзылады. Асқазанмен бәрі жаңағы былыққа батып болғаннан кейін не болады? Қан тамырларда тосылу пайда болады. Сіздің өмір бойғы жеген, ішкен тағамдарыңыздың қалдықтары барлық қан тамырларыңызға жиыла береді. Сөйтіп қан тамырдың бір жер жуан, бір жер жіңішке болып, ол барып жүректі бүлдіреді. Жаңағы ұйқы бездің қызметі құриды. Сөйтіп сіз науқас адамға, ауыру адамға айналасыз, былай айтқанда. Сондықтан нашар әдеттеріңізді өзгертіп, егер бауыр ауруымен ауырып жүргендер болса, бағанағы ережелерді ұстаңыз, өз-өзіңізге қараңыз. Қазақша айтқанда біреудің жаны біреуге жан болмайды. Кез келген қандай жақын адамыңыз ұзаса, 3 күн, 4 күн жақсы қарауы мүмкін. Ары қарай ол бәрібір әдет сияқты құдай, ол кісі сәл ауырып жүр деп қояды жаңағы. Сондықтан сәл ауырып жүрмеңіз, ауырмай тұрып, осының алдын алуға әрекет етіңіз. Күнделікті тұтынатын тамағыңызға көңіл бөліңіз. Ауыр тағамдардан мүлде бас тартыңыз. Газдалған сусындардан, кока-коланы көп ішеміз қазір. Бауырды сонан кейін улайтын мысалы спирттік ішімдіктер,
энерджи кәдімгі энергиялық күш береді дейтін газдалған сусындар, осылардың барлығы бізге өте ауыр зиян келтіретіндігін сіздерге айта кетеміз. Сондықтан бауырларыңызды жақсы күтіңіздер, тұрмыс әдетін өзгертіңіздер. Жаңағы көкөністерді, жемістерді көбірек, теңіз өнімдерін, балық, кез келген етті ең жақсысы майға қуырып жемеңіз, оны жареный қылып. Әрқандай майлы тағамдардан сосын бас тартыңыз. Өзіңізді өзіңіз қолға алып, ретке келтіріп отыруыңыз керек. Таңертең ерте тұрған кезде сөзсіз бір қасық балды жаңағы ыстық суға, қатты ыстық емес, плюс-минус 60-50 градус айналасындағы бір стакан суға 200 миллиграммнан кем болмайтын салып, сол балды суды ішіп отырыңыз. Күн сайын ішіңіз таңертең. Бірден тұра сап ауыр тамақ жемеңіз, болмаса темекі шекпеңіз, немесе арақ ішпеңіз, немесе майлы тағамды ауызға ұрмаңыз. Сосын таңертең ерте тұрып, оны ішкеннен кейін жоқ дегенде 15 минут жаяу жүріп келіңіз. Бауыр ауруларының тағы бір факторы, қазір адамдар кабинетте, кеңседе жұмыс істейді, тапжылмай таңнан кешке шейін. Осының өзі жаңағы бауыр ауруларының келіп шығуына себепші болады. Өйткені денеде физикалық зат алмасу толық жүрілмегеннен кейін, адам бір орында отыра бергеннен кейін, барлық нагрузканың бәрі, қысымның бәрі келіп бауырға түседі. Сосын көңіл күйіңізді жақсы ұстаңыз. Кез келген кері эмоциялық жағдайлар, қатты ашулану, қатты жылау, кек, біреуге өкпе, сондай жағдайлардың барлығы бауырдың қызметін нашарлатады, ауру туғызады, былай айтқан кезде. Сондықтан көңіл күйіңізді жақсы ұстаңыз, әр уақыт көңілді жүруге тырысыңыз. Енді өмір болғаннан кейін кейде бір келеңсіз жағдайлар болып тұрады. Соған қарамастан өмір қымбат. Көңіл күйіңізді барынша жақсы ұстаңыз. Сосын артық семіріп кетуден сақтаныңыз. Артық семіріп кетуге болмайды. Артық семіртетін нәрселер жаңағы тапжылмай орнында отыру, майлы тағамдарды көп тұтыну, газдалған сусындарды көп ішу, арақ, пиваларды көп ішудің өзі денсаулыққа зиян. Ол бауыр циррозына алып келеді жаңағы. Газдалған болсын, спиртнойлар болсын, спирттік ішімдіктер, алкогольді кәдімгі. Бауыр ісінеді жаңағы. Осы жағдайдан барып қалған аурулар пайда болады. Сондықтан сондай нашар әдеттеріңізді өзгертіңіз. Бүгінгі сіздерге берілетін кеңесіміз осы. Барлықтарыңызға рахмет. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Алдағы уақытта басқа да органдардың қызметі және оны емдеу, алдын алу жолдарын айтамыз. Емдегенде дәрілік химиялық препараттарды дәрігер қалай тағайындады, қажет болып жатқанда, сол бойынша ішіңіз. Уыс қазақша жаңа қолыңызға толтырып, ауызға дәрі ұра беру деген нәрсе жоқ. Бауырдың қызметін бірден бір білдіретін нәрселер күнделікті біздің ішіп жүрген химиялық дәрілеріміздің өзі, аптечный дәрілер. Осының өзі біздің денсаулығымызға ауыр зияндар келтіреді. Себебі одан көптеген улы химиялық элементтер бөлініп шығады ішке, ағзаға барғаннан кейін. Ол қанға, бауырға барады. Бауырдан ары қарай қан сүзіледі, жаңағы айтып жатқанымыздай. Міне, осы уланған бауырдан шыққан қан сіздің бүкіл организміңізді улайды. Асқазаныңызға қысым түсіреді. Бүйректе, өтте тас пайда болады, асқазанда жара пайда болады деген сияқты. Ал енді қан таза бармағаннан кейін ол барып жүрекке әсер етеді. Жүректе жаңағы инфаркт, болмаса инсульт жаңағы миға қарай. Соның бәрі біздің негізгі нашар әдеттерімізден пайда болады. Міне, тамақты бірінші дұрыс ішіп үйрену керек. Егер бауыр ауруларыңызда асқазаныңыз әлсіз болып жүрсе, қыжылдап, қайнап, өтіңіз тасып жүрген болса, арқаңыздан шәлші ұстап, бауырыңыздың ауру белгілері, көзіңіз сарғайып, болмаса өзіңізді бір әлсіз сезініп, беймаза, ашуланшақ болып барасаңыз, ұйқы басып бара жататын болса, көзіңіздің көру қабілеті нашарласа, немесе көзіңізде сарғаю пайда болатын болса, осының бәрі бауыр ауруларымен қатысы бар. Осы жақтарына назар аударыңыздар, денсаулықтарыңызға көңіл бөліңіздер, аман сау болыңыздар. Келесі сағатта сіздерге бұдан да жақсы ақпараттарды бөлісіп отыратын боламыз. Біздің Адами Ат YouTube каналымызға тіркеліп, жазылып кетуді ұмытпаңыздар.